вами канал Надля. Сегодня у нас урок слушания. Сложность первый уровень из 3. Кеттік. Бәріне сәлем. Бүгін бізде таңдалым сабағы. Тақырып бірінші. Ауа райы. Ауа райы. Күн сайын ауа райы өзгеріп тұрады. Күн сайын ауа райы өзгеріп тұрады. Жазда күн ыстық болады. Жазда күн ыстық болады. Қыста дала суық болады. Қыста дала суық болады. Кейде аспаннан қар жауады. Кейде аспаннан қар жауады. Кейде жылы жаңбыр жауады. Кейде жылы жаңбыр жауады. Жел қатты соқса, бұлттарды айдайды. Жел қатты соқса, бұлттарды айдайды. Ауа райына қарап, киім киеміз. Ауа райына қарап, киім киеміз. Табиғат бізге әрқашан тосын сый жасайды. Табиғат бізге әрқашан тосын сый жасайды. Тақырып 2. Достық. Достық. Дос табу өте жақсы. Дос табу өте жақсы. Достар бірге ойнайды. Достар бірге ойнайды. Бір-бірімізге көмектесеміз. Бір-бірімізге көмектесеміз. Достар әрқашан күліп жүреді. Достар әрқашан күліп жүреді. Қиын кезде қол ұшын береді. Қиын кезде қол ұшын береді. Мен өз достарымды жақсы көремін. Мен өз достарымды жақсы көремін. Нағыз дос ешқашан сатпайды. Нағыз дос ешқашан сатпайды. Достық үлкен бақыт. Достық үлкен бақыт. Тақырып 3. Менің үйім. Менің үйім. Үй менің жылы ошағым. Үй менің жылы ошағым. Үйде біз отбасымызбен тұрамыз. Үйде біз отбасымызбен тұрамыз. Әкем мен шешем мені жақсы көреді. Әкем мен шешем мені жақсы көреді. Үйде әрқашан тыныштық бар. Үйде әрқашан тыныштық бар. Үйдің іші таза және жайлы. Үйдің іші таза және жайлы. Мен өз бөлмемде ойнаймын. Мен өз бөлмемде ойнаймын. Үйге қонақтар жиі келеді. Үйге қонақтар жиі келеді. Үй бізді жамандықтан қорғайды. Үй бізді жамандықтан қорғайды. Мен өз үйімді мақтан етемін. Мен өз үйімді мақтан етемін. Тақырып 4. Ата мен әже. Менің ата әжем бар. Менің ата әжем бар. Олар мені жақсы көреді. Олар мені жақсы көреді. Әжем маған ертегі айтып береді. Әжем маған ертегі айтып береді. Атам маған ақыл айтады. Атам маған ақыл айтады. Мен олардың сөзін тыңдаймын. Мен олардың сөзін тыңдаймын. Олар маған тәтті тағамдар береді. Олар маған тәтті тағамдар береді. Біз бірге серуенге шығамыз. Біз бірге серуенге шығамыз. Ата әже біздің қазынамыз. Ата әже біздің
қазынамыз. Мен оларға көмектесемін. Мен оларға көмектесемін. Тақырып 5. Мектеп. Мектеп. Мен мектепке барамын. Мен мектепке барамын. Мектепте біз сабақ оқимыз. Мектепте біз сабақ оқимыз. Мұғалім бізге білім береді. Мұғалім бізге білім береді. Мен сабаққа ерте келемін. Мен сабаққа ерте келемін. Мектепте достарым көп. Мектепте достарым көп. Біз бірге үзілісте ойнаймыз. Біз бірге үзілісте ойнаймыз. Мектеп менің екінші үйім. Мектеп менің екінші үйім. Оқушылар мектепті таза ұстайды. Оқушылар мектепті таза ұстайды. Мен жақсы оқуға тырысамын. Мен жақсы оқуға тырысамын. Тақырып 6. Жануарлар. Жануарлар. Табиғатта көптеген жануарлар бар. Табиғатта көптеген жануарлар бар. Мысықтар тышқан аулайды. Мысықтар тышқан аулайды. Иттер адамның досы болады. Иттер адамның досы болады. Сиыр бізге сүт береді. Сиыр бізге сүт береді. Қойдың жүнінен киім тоқимыз. Қойдың жүнінен киім тоқимыз. Жануарларға қамқор болу керек. Жануарларға қамқор болу керек. Олар да тірі жан иесі. Олар да тірі жан иесі. Оларды ешқашан ренжітпеу керек. Оларды ешқашан ренжітпеу керек. Мен жануарларды жақсы көремін. Мен жануарларды жақсы көремін. Тақырып 7. Тут ошибочка. Дүкендегі әңгіме. Дүкендегі әңгіме. Сатушы. Сәлеметсіз бе? Не іздеп жүрсіз? Сәлеметсіз бе? Не іздеп жүрсіз? Айгүл. Сәлеметсіз бе? Маған нан керек еді. Сәлеметсіз бе? Маған нан керек еді. Сатушы. Міне алыңыз. Қандай нан ұнайды? Міне алыңыз. Қандай нан ұнайды? Айгүл. Мен ақ нан алайын. Мен ақ нан алайын. Сатушы. Басқа не аласыз? Басқа не аласыз? Айгүл. Маған 1 литр сүт беріңізші. Маған 1 литр сүт беріңізші. Сатушы. Жақсы. Бәрі осы ма? Бәрі осы ма? Айгүл. Иә осы. Қанша тұрады? Иә осы. Қанша тұрады? Сатушы. Барлығы 1000 теңге болады. Барлығы 1000 теңге болады. Айгүл. Міне, рахмет. Міне, рахмет. Сатушы. Сау болыңыз, қайта келіңіз. Сау болыңыз, қайта келіңіз. Тыңдалым сабағының соны. Это конец нашего урока. Всем спасибо за просмотр. Тут у нас немного неполадки, но представим, что их не было. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на какие темы еще снять видео. Всем көріскенше.